Бүгінгі бақытты ұрпаққа еліміз дамудың даңғыл жолына бірден түсе қалған сияқты көрінуі мүмкін. Жоқ, мүлде олай емес. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары халқымыз үшін өте қымбатқа түсті. Мемлекетіміздің экономикасы мен халықтың әлеуметтік жағдайы аса ауыр жағдайда болды. Осынау ауыр кезде елді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, Абай атамыз айтқандай, алды жалын арты мұз заманының қатал қыспағынан майдан қыл суырғандай саяси сауаттылықпен, алысты болжар көрегендікпен халқын жарқын болашаққа жетелейтін көшбасшы керек болды. Бар екен ондай асыл азамат. Туған екен қазақ ана ер ұлын, көсем ұлын, көреген ұлын. Ол тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасының ел бастаудағы алғашқы ойластырғаны халқының қауіпсіздігі еді. Жарты ғасыр бойы қазақ жеріне заһар төгіп, халқына у үштірген атом бомбаларынан құтылуды көздеді. Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдегі қуатты қаруға ие алпауыт елдерден қазақ елінің қауіпсіздігіне кепіл болуын талап ете отырып, өз ойын жүзеге асырды. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан тарихында халықтың ерік жігерін қолдайтын айтулы күндердің бірі ретінде мәңгі қалады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей ядролық полигоны жабылды. Айбынымызды асырған мемлекеттік рәміздерді құрметпен ұлықтау әр азаматтың парызы. Мемлекеттік рәміздер туралы заң елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1996 жылдың 24 қаңтарында қабылданды. Еліміздің әр азаматы рәміздерді құрмет тұтып, көздің қарашығындай сақтауға міндетті болып табылады. Егеменді мемлекеттің басты белгілерінің бірі тіл. 1997 жылдың 11 шілдесінде Қазақстан Республикасының парламенті тіл туралы жаңа заң қабылдады. Елбасы жолдаулары тарихи құжаттар. Әр құжат еліміздің, ұлтымыздың болашағын ойлаудан туған деп айтуға болады. Елбасының көрегенділігі мен даналығын, парасаты мен отансүйгіштігін осы жолдаулардан көреміз. Елбасының ұлы далаға сапарында ел үшін араулауда халықпен тығыз байланыста болып, елдің мұң-мұқтажын тыңдап қана қоймай, елдің тарихымен де танысады. Елбасымыз жұмыс сапарымен менің туған жерім Ерейментауға келгені мен үшін үлкен мақтаныш. Ерейментау халқы елбасымыздың қарапайымдылығына сүйсінген, болашаққа жасаған бағдарына сенімділікпен қараған. Қазақ елінің саналы азаматы ретінде елбасының елі мен жері үшін атқарған қызметіне тереңдеп, үңіле отырып, мен де ел дамуына адал жүрекпен атсалысуға бел будым. Әзірге бар қолымнан келетіні мектеп өміріне белсене араласып, ел игілігіне қызмет ететін қоғамдық шаралардың басынан көрініп, өзге елдегі қатарластарым мен сынға түссе төтеп бере алатын бәсекеге қабілетті білім қорын жинай біліп, мектеп табалдырығынан биік парасатты, терең білімді, өмірге саналы көзбен қарайтын, ерік жігері шыңдалған азамат болып шығу.